Әлемде бізден де басқа бір тіршілік иелері бар. Олардың ішінде жын-перілер, шайтан сияқты басқа да бір тіршілік иелері бар. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Рүстем KZ. Бүгінгі видеода біз елес кезген үйлер жайлы айтатын боламыз. Яғни мысалы, мына кадрға қарасаңыздар, қазір мына жігіттің қасынан бір елес өтіп кетеді. Тура осындай кадрларды біз сіздердің алдарыңызға бүгін 20-шындай шығаратын боламыз. Ал ендеше кеттік достар. Ал мына кадр барлығыңызға таныс болар. Мына столға қарасаңыздар, қазір барлық нәрсе жерге құлап сынады. Тіпті мына бір кружка сынғанның өзінде адамдар қатты мән беріп қарап жатқан жоқ. Ал мына кадрда біз супермаркетке сауда жасауға келген екі тұтынушының артынан бір қорқынышты бір бәле өтіп кетті. Және мына жақтан бір кружка шығып тұр. Бұл не өзі? Бұл сұрақ әрине таныс шығар. Және бұл видеоны барлығыңыз көріп қойған боларсыздар. Ал достар, ешкімнің қарауынсыз қалған жерлерде достар осындай жайттар көп болады. Ендеше кеттік. Ал мынау жігіт болса үйінде барлық нәрсенің не себеппен шашылып қалатындығын байқап көрмек себеппен үйіне камера қойып кетеді. Және сол камерада біз осындай жазбаны көреміз. Бұл достар өте шынайы болған оқиға, шынымен айтып кетейін. Достар, бұл шын болған оқиға. Және мына кадрға қарасаңыздар, мына жерден бір қыз мына екі қызға қарап тұрады. Яғни бұл не мазақ? Бұл видео әлеуметке 2002 жылы шыққан. Қателеспесем 2012 жылы шыққан. Және бұл ең қорқынышты кадрлардың бірі. Бұл видео 2013 жылы YouTube-қа жарыққа шықты. Және де бұл кадрдан біз достар өте ерекше құбылысты қазір байқайтын боламыз. Яғни 203-ші пәтерде бір қыздың жанайқайы шығады. Және сол жерден қазір бір қорқынышты елестің өткенін біз байқаймыз. Бұл не сиқыр? Сондай-ақ бір ғаламтор қолданушысы өзінің арнасынан мына бір видеоны қосты. Бұл видеоны не себеппен қосқанын қазір сіздер өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Яғни достар, бұл видеода бұл кісінің үйінде өте қорқынышты жайттар орын алады. Яғни мына иттердің үруінен де білуге болады. Яғни бұл жерде достар бір елестің жүргені анық достар. Себебі иттердің өзі бұны сезіп тұр және төбеден бір қорқынышты дауыстар естіледі. Содан иттердің жанайқайы шығып, бар даусымен үреді. Және осы үйден 2005 жылы бір ғажап құбылысты біз көреміз. Және бұл құбылысты мен сіздерге көрсете алмаймын. Келесі кадрда біз достар, келесі видеода мен сол құбылысты сіздерге көрсететін боламын. Яғни шын болған оқиғаларды достар. Және осы видеода достар ең соңғы видео, яғни мынау кісі өзінің үйінде бір қорқынышты дыбыстарды естиді. Және балконға шығады, екінші этажына шығады, қарайды. Және қазір ол былай артқа қарап жатқан кезде үйінің ішінен бір жан түршігерлік бір дауыс шығады. Және ол қайтадан артына бұрылып сол жаққа барады. Камераны қойып ол кісі сол жерді зерттеуге кіргенде ол жерден біз қорқынышты дауысты естіп, ол кісінің өзі тіпті қорқып қашады. Және бұл кадрды сіздер қазір өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Okay.
артынша мынандай әрекет орын алып жүрегі аузына толған иесі төменге түсуге Осылайша асығады. достар, біздің видеомыз аяқталды. Видеоның соңына дейін көргендеріңе рахмет, және келесі видеода кездескенше